Times and dates. Уақыттар мен күндер. Time, words and expressions. How often do you see your friends? Complete the expressions дейді. Мынау айтылған сөздерді толықтырыңыз дейді. How often do you see your friends дегеніміз сіз достарыңызды қаншалықты жиі көресіз дейді. MTW дегеніміз күн деген, Monday, Tuesday, Wednesday деген бірінші әрбін қойып қойған. Every day күнде, 1 week, week 1, week 2, etc. дейді. Бұл every week болады. Қалған өзіңіз ойланып толтырып көріңіз, пауза қойып. Не тексереміз? January, February, March, every month болады. 2001, 2002, 2003, every year болады. Only on Mondays, once a week болады. Аптасына бір рет. On Mondays and Wednesdays, twice a week болады. Аптасына екі рет. Twice деген екі рет деген білдіреді. On Mondays and Wednesdays and Fridays, 3 times a week. Аптасына үш рет. Ары қарап 4 times a week, 5 times a week деп кете береміз. In January, April, July and October, 4 times a month. Мұнда. Жақсы, осы сөздіктеріңізге жазып жаттап алыңыз. Біз енді мынаны сөйлесеміз. In pairs, interview your partner дейді. Бір адамнан интервью жасау керек, қазір көрейік. How often do you do exercise? Сіз жаттығуды қаншалықты жиі жасайсыз? Quite often, жиі. I play football with my friends twice a week. Мен футбол достарыммен аптасына екі рет ойнаймын дейді. Do you live the Okinawa way? Окинавалар сияқты өмір сүресіз ба дейді. Бұларға енді сіз пауза қойып жауап беріңіз. Бұлай түгел пауза қойып жауап беріңіз. Жақсы. Бұл енді өзіңіз туралы мәлімет. Сіз осы окинавалықтар сияқты денсаулыққа пайдалы іс-әрекеттер жасайсыз ба, соны тексеру үшін. Жаңаға жауап бердіңіз ғой, Okinawan way дегенге. Енді сол үшін, сол бойынша былай бағалайсыз өзіңізді. The Okinawa way. Бірінші сұрақ. A десеңіз, B десеңіз, C десеңіз былай бал бересіз. Екінші сұрақ. A десеңіз 2 бал, B десеңіз 1 бал, C десеңіз 0 бал. Осылай өзіңізге бал беріңіз да, барлық балды қосып, what your score means. Сіздің балыңыз не білдіреді, соны мына жерде есептеп, өзіңіз туралы мәлімет оқыңыз. Пауза қойып оқыңыз. Pronunciation дейді, the letter H. H-ны оқимыз енді. H. How, have, hardly, half, heavy, hungry, high, happy. Келесі B жаттығуында сөйлемдерді оқимыз. Harry's unhealthy. He hardly ever has breakfast. He usually eats hamburgers. He's always in a hurry. He's often half an hour late for work. Жақсы. Келесі тақырып on the last Wednesday in August. Тамыздың соңғы сәрсенбісі дейді. Fascinating festivals. Қызықты фестиваль дейді. Match, read the magazine extracts. Журналдағы экстрактты оқып, үзіндіні суреттермен мынау үш бөлікті сәйкестендіреміз. Пауза қойып оқыңыздағыны, мына үш суретке сәйкестендіріңіз пауза қойып. Жақсы, енді бірге оқып тексереміз. Fascinating festivals. Қызықты фестивальдар. But if you go, don't wear new clothes. Бірақ сіз барсаңыз, жаңа киім кимеңіз дейді. Бірінші, the Tomatina Festival takes place on the last Wednesday in August in Bunol, Spain. Tomatina фестивалі тамыздың соңғы сәрсенбі күнінде Бунол қаласында Испанияда болады дейді. The tomato battle starts at 11 o'clock in the morning and continues for 2 hours. Жаңағы tomato дегеніміз қызанақ, помидор шайқасы ол бірде таңертең басталып, әдетте 2 сағатқа созылады дейді. Әдетте деген жоқ, 2 сағатқа дейін созылады дейді. During the Tomatina, 35,000 people threw 125,000 kilos of tomatoes дейді. Tomatina барысында 35,000 адам
125.000 кило помидор лақтырады дейді. Бұл үшінші сурет. In January, the exact date changes every year. You can go to every year in Italy and take part in the Carnival d'Ivrea, where people throw oranges at each other. Қаңтар айында дәл күні әр жылы өзгеріп тұрады. Сіз Иврияға, Италияға барып, Carnival d'Ivrea деген карнавалға қатысасыз. Ол жерде адамдар бір-біріне апельсин лақтырады дейді. Бұл екінші сурет. If you don't want people to throw an orange at you, you have to wear a red hat. Егер де сіз өзіңізге адамдар апельсин лақтырмасын десеңіз, қызыл шляпа киіп аласыз дейді. Келесі. Thailand has a water festival. Thailand has a water festival. Songkran дейді. Тайландта су фестивалі бар дейді. Songkran деген. Every April to celebrate the new year. Ол әр сәуір айында болады, жаңа жылды қарсы алу үшін. It starts on 13th April and lasts for 2 days. Ол 13-ші сәуірде басталып, 2 күнге созылады. People throw water at each other all day and also at night дейді. Адамдар бір-біріне күнімен су шашады және түнімен дейді. Бұл бірінші сурет. Келесі. Look at the extracts again. Үзінділерге тағы қараңыз. Сөйтіп, ask and answer about the festivals. Фестиваль туралы сұрақ қойыңыз дейді. Мен сұрақ қоям, сіз жауап беріңіз. Пауза қойып жауап беріңіз. Where is it? Water festival. Where is water festival? Жауап беріңіз. Where is tomato festival? Жауап беріңіз. When is tomato festival? When is orange festival? Сіз маған жауап беріңіз, сұрақтарыма. What do people throw in orange festival? What do people throw during tomato festival? Жақсы. Енді сөздіктерді көріп шығайық. The date, күн дейді. Spring, бұл мезгілдер. Spring, көктем. Summer, жаз. Autumn, күз. Winter, қыс. Easter деген Пасха. Christmas деген 25 декабрь, бұл Рождество, New Year, жаңа жыл. 31 түнімен 1 қаңтар. Келесі, айларды толықтырамыз. Айлар үлкен әріппен жазылады әрқашанда. Толықтырып шығыңыз, пауза қойып. Енді тексереміз. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Complete the numbers and words. Енді сөздер мен сандарды толықтырып шығыңыз. Пауза қойып орындасаңыз болады. Жақсы. First, бірінші. Second, екінші. Third, үшінші. Fourth, төртінші. Fifth, бесінші. Sixth, алтыншы. Seventh, жетінші. Eighth, сегізінші. Ninth, тоғызыншы. Tenth, оныншы. 11th, 12th, 13th, 14th, 14th, келесі 20th, 20-шы. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 30th, 31st. Бұл 1, 2, 3 деген емес, 1, 2, 3 деген сандар. Үйренгеніміз 1, 2, 3, first, second, third. Ол өзгереді. Қалғандардың барлығы өзгермейді. Th деген жалғанып кете береді. Сәл жазылғанда ерекшелік болады. Мысалға, fifth дегендегідей, 12th деген сияқты. 12, негізі 12th болып кетеді. Осындай өзгешеліктері бар. Жалпы 1, 2, 3-ке жаттаймыз, қалғандарына жалғанып кете береді. Ал 20-дан кейін 21 ма? Тура 1, 2, 3 секілді 21st, 22nd, 23rd дейміз. 30, 31, 32 дегенде 31st,
32nd, 33rd дейміз. Ары қарап 41, 41st, 42nd деп сөйтіп кете береміз. Түсінікті ғой, иә? Осы бұл бірінші, екінші деген санамақты үйретеді. All other ordinal numbers, number plus the дейді. Барлық басқа сандар және сандарға the қосып кетеміз, иә? Мысалға 15, 16 деп. Енді look at the example. Мысалға қараңыз. What's the date today? Бүгін қай күн дейді. 12-3, the 12th of March. 12th of March болады. Немесе March the 12th деп атаймыз. What is the date today десе, бүгін қай күн? The 12th of March. The 12th of March. The болады, the 12th of March. Of March, of болады. Келесі March the 12th. Немесе March the 12th. Енді оқылым January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The деген дыбыстар. This, the, other, their, they, with. Thursday, 13th, 3rd, birthday, think, throw. Енді оқимыз. Мынау нені білдіреді? Thursday the 13th, the 12th of May, the 23rd of September, the 15th of April 1999, the 30th of January 2008. Осыны бірнеше рет оқып, тіліңізді жаттықтырсаңыз болады. Енді сіз маған жауап беріңіз. When's your birthday? Does anybody have the same birthday as you? Жақсы. Осымен сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыз.